Жатырдың төмен түсуі немесе пролапс бұл жатырдың қалыпты орнынан төмен түсіп қынаптың ішіне түсуі жағдайы. Бұл ауру әйелдерде жиі кездеседі, әсіресе көп балалы және жасанды түрде бала көтергендерде. Жатырдың төмен түсуінің бірнеше негізгі себебі бар, соның ішінде бір жатыр бұлшықеттерінің әлсіреуі. Көптеген жағдайларда жатырдың төмен түсуі оның айналасындағы бұлшықеттер мен байламдардың әлсіреуінен болады. Мұндай әлсіреу көбінесе жас әйелдерде, әсіресе баланы көп туғандарда немесе ауыр жұмыс жасайтындарда кездеседі. Екі жатырдың шамадан тыс созылуы қатты физикалық жүктеме немесе көп балалы әйелдердің ағзасында жатырдың шамадан тыс созылуы да пролапсқа әкелуі мүмкін. Гормоналды өзгерістер менопауза кезінде эстроген деңгейінің төмендеуі жатырдың бұлшықеттері мен байламдарын әлсіретеді. 4. Жоғары қан қысымы немесе артық салмақ. Бұл факторлар жатырға қосымша қысым жасайды. Бұл оның төмен түсуіне себеп болуы мүмкін. Жатырдың төмен түсуінің белгілері: қынаптың ішіне түсіп кеткенін сезіну, ауырсыну немесе қысым сезімі, зәр шығару немесе дефекация проблемалары, қынаптан сұйықтық немесе қан кетуі, арқадағы ауырсыну. Егер жатырдың төмен түсуі анықталса, оны емдеудің бірнеше әдісі бар. Олардың арасында консервативті тәсілдер, мысалы, жатырды қолдау үшін арнайы жаттығулар немесе писсари қолдану, және хирургиялық әдістер, мәселен, жатырды қайтадан орындағы күйіне келтіру бар. Бұл жағдайды дәрігердің бақылауында емдеуге болады, сондықтан алғашқы белгілер пайда болғанда медициналық кеңес алу маңызды.